достар, сіздермен бірге Еркебұлан. Видеоны атауын көргендей Infiniti FX35 самурай ма әлде башмак па, соны бүгін сіздермен бірге талқылаймыз. Дайын болсаңыздар, кеттік. Видеомызды бастамастан бұрын әдеттегі тарихқа көз жүгіртейік. Infiniti FX35 алғаш рет 2003 жылы нарыққа шықты. Бұл Infiniti бренді үшін өте маңызды модель болды. Ол бұрынғыдан өзгеше жолға түсті. Спорттық купе стилін жоғары отыру биіктігі бар кроссоверге үйлестірді. Бұл жаңа типтік көлікті өндірушілер әлі де спорт отрядты кроссовер деп атайды. FX35-ті Infiniti спорттық динамика мен SUV практикалық мүмкіндіктерін біріктіретін премиум көлік ретінде ұсынды. FX35 әдеттегі SUV-лардан ерекшеленеді. Ол Nissan'ның FM платформасына салынды. Бұл платформадағы қозғалтқышы алдыңғы осьтің артында орналасып, салмақ орталығы төмендетілді. Осындай шешім көлікке спорттық рөл мен жақсы басқарылуды сыйлады. Бұл ол кезде осы сегментте ерекше еді. Infiniti дизайнерлері FX35-ке ерекше спорттық және агрессивті пішінді беруге тырысты. Сол себепті оны қалыпты SUV-дан айқын ажырататын жіңішке динамикалық формалар пайда болды. Бұл стиль купе кроссовер тұжырымдамасын белсенді түрде қалыптастырды. FX35-те 3,5 литрлі V6 қозғалтқышы орнатылды. Ол шамамен 280 ат күші қуат береді және 5 сатылы автоматпен жүкталады. Ол кезде бұл қуат пен реттілік спорттық мінезді байқатты. Infiniti FX35-тің барлық нұсқаларында FM, яғни Front Mid Shift платформасы, Auto-Wheel Drive немесе RVD опциялысы бар. Бұл көлік дизайны мен жол динамикасы жағынан ерекше болады және классикалық жүк спорт тепе-теңдігін ұсынды. 2004 жылы FX35-ке келесі жаңартулар енгізілді. Алдыңғы жолаушы орны 8 бағытта электр реттелетін болды. Алдында 4 бағытта болатын. Опция ретінде алюминий шатыр рельстері және хромдалған 20 дюймдік дөңгелектер. Барлық модельдерге құрал жай фильтр стандартқа енгізілді. Жаңа Show Mode функциясы пайда болды. Опциялар пакетінде премиум, спорт, технология секілді мультимедиа мен қауіпсіздік пен қолайлылық жабдықтары енгізілді. 2004-те жалпы технологиялар мен жайлылық қоры кеңейді, бірақ қозғалтқыш пішін платформаның өзі өзгеріссіз қалды. Және нарықтың бәсекелестері де кездеседі. Ол жаңағы Lexus RX 300 және де BMW X5 және тағы басқа толық жүректі кроссоверлер. Сол кездегі заманауи кроссоверлер. Infiniti FX35 2003 жылғы және Lexus RX 2003 жылғы салыстыратын болсақ, қуаты және динамикасы жағынан Infiniti 3,5 литр V6 шамамен 280 ат күші бар. Спорттық жеделдеу 100 км/сағатына шамамен 6,3-7,1 секунд. Жақсы динамика. Lexus RX болатын болса, жеделдеу баяу, шамамен 7,6-9 секунд. Егерде Lexus'ты FX-пен салыстыратын болсақ, Infiniti'нің қуаты әдетте жоғары, сондықтан ол тезірек қозғалады. Жанармай шығыны Infiniti шамамен 12,14 литр, Lexus 8,12 литр. Өлшем және жүк сыйымдылығы Infiniti ұзын әрі кеңірек, үлкен жүк салғыш көлемі 786 литр, бірақ артқы орындықтары бүктегенде RX-тің көлемі көбірек болуы мүмкін. Жүк салғыш көлемінде Infiniti көбіне артық.
Қорытынды Infiniti FX35 күшті қозғалтқыш спорттық мінез, Lexus RX аз жанармай тұтыну, иемділік кейде сенімдірек. Ал Infiniti FX35 пен сол замандағы 2003 жылғы BMW X5-ті салыстыратын болсақ, FX35-тің қуаты 280 ат күші шамамен, ал BMW X5-те 320-дан 160 ат күшінде шамамен беріледі. Жанармай тиімділігі BMW X5 кейбір нұсқаларында жанармайды тиімді пайдалану мүмкін, әсіресе дизель нұсқаларында. Infiniti FX35-те жанармай шығыны көбіне жоғары. Қолданылу тәжірибесі бойынша BMW X5 салмақты әрі жолда сенімді, басқарылуы жақсы және динамикасы өте жоғары. Infiniti FX35 спорт купе тәрізді, жол мінезімен ерекше дизайн, жолда ырғақты жүргізуді ұнатқандарға үйлесімді. Ескі X5-тің бағасы базалық нұсқада және жағдайға байланысты артта қалуы мүмкін, бірақ премиум бренд әсері бар. FX35-тің бағасы көбіне осы сегментте екеуінен де төмен болуы мүмкін, нарық жағдайына байланысты. Қорытындылайтын болсақ, X5 жалпы динамика, толық автовил драйв және танымал бренд. FX35 ерекше спорттық стиль және әдетте жан-жақты қуат. Infiniti 35 бүгінгі күні Астана қаласында 4,5 миллионнан 6,5 миллионға дейін бағада сатылады. Дәл осы 2003 жылғы модельдің орташа бағасы 5 миллион 100 мыңды құрайды. Ал бүгінгі автошолуды қорытындылайтын болсақ, Infiniti FX35 бүгінде өз стилі жоғалтпаған, жүргізуге өте қызықты кроссовер. Егер сізге спорттық мінезі бар, сенімді V6 қозғалтқышы бар, премиум деңгейдегі көлік қажет болса, бұл модель әлі де жақсы таңдау. Тек аспанның қаттылығына және жанармай шығынына дайын болу керек. Ал құрметті достар, бүгінгі біздің автошоумыз осындай болды. Видео ұнаса лайк басыңыздар, астына пікір қалдыруға ұмытпаңыз. Келесі кездескенше күн жақсы. Сау болыңыздар.